Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар шылау. Сабағымыздың мақсаты сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын шылауларды қолдану. Сабағымыздың дескрипторы шылау туралы түсінік аласыңдар және шылаулардың жазылуын білетін боласыңдар. Жақсы, олай болса балалар, жаңа сабағымызды бастайық. Шылау дегеніміз өз алдына толық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын сөздерді айтады екенбіз. Біз шылауларға мына сөздерді жатқыза аламыз. Мен, бен, пен, да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе. Және, дейін, шейін, үшін, туралы, ғана, қой, ғой, ақ, ал. Және тағы да басқа осы сияқты сөздерді жатқызуға болады. Балалар, енді осы шылауларға жеке тоқталайық. Шылаулар жеке тұрғанда мағынасы жоқ сияқты болғанымен, олар өзі тіркескен сөзге әртүрлі қосымша мағына береді. Мысалы, үшін шылауы сөзге мақсаттық мағына үстейді. Көз көру үшін, құлақ есту үшін, тіл сөйлеу үшін керек. Және балалар, шылаулардың бәрі де тіркесетін сөзінен бөлек жазылады. Неге үшін шылауын біз қазір бөлек жазып тұрмыз. Тек қана балалар бізде ақ, ау шылаулары ғана өзі тіркескен сөздерден дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, менің білетінім осы-ақ, туған жер сен бәрінен де ыстықсың ау. Мінеки балалар, ақ және ау шылаулары дефис арқылы ажыратылып тұр. Осыны естеріңе сақтаңдар. Және балалар, біздің қазақ тілімізде бірдей дыбысталатын шылаулар мен қосымшалар бар. Олар мен, бен, пен, да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе. Біз көбінесе балалар осы шылаулар ма, жоқ қосымшалар ма сөйлемдерде қалай жазу керектігін шатасамыз, яғни, егер бізде шылау болса ол бөлек жазылу керек, қосымша болса бірге жазылу керек. Бүгін біз осыларды ажыратып көреміз. Бұлар қай кезде шылау, қай кезде қосымша болады екен. Көрейік. Мен, бен, пен тұлғаларының шылау немесе қосымша екенін ажырату үшін және сөзмен ауыстырып қараймыз. Егер ауыстырғанда сөйлем мағынасы өзгермесе, онда олар шылау болғаны. Мысалы, үйрек пен аққу жүзіп жүр. Қазір балалар пен сөзін және сөзмен ауыстырып көрейік. Үйрек және аққу жүзіп жүр. Балалар, сөйлемнің мағынасы өзгерді ме? Жоқ, өзгерген жоқ. Келесі сөйлемді көрейік. Арман мен Гүлсім бір сыныпта оқиды. Арман және Гүлсім бір сыныпта оқиды. Мұнда өзгерді ме? Жоқ, мұнда да өзгерген жоқ. Олай болса, пен және мен бізде шылау болады екен, және бөлек жазылады. Ал егер және сөзмен ауыстыруға келмесе, онда олар қосымша болады. Мысалы, інім үйрекпен ойнап жүр. Қане, және сөзін қойып көрейікші. Інім үйрек және ойнап жүр. Келеді ме балалар ауыстыруға? Жоқ, келмейді. Гүлсім арман және бірге келеді. Мұнда да келмейді, Гүлсім арманмен бірге келеді. Яғни, пен және мен бұл жерде қосымша. Және балалар, қараңдаршы, қай септіктің жалғауы болады? Көмектес септігінің жалғауы болады екен. Жарайсыңдар балалар. Жақсы, келесі шылауларға көшейік. Да, де, та, те. Да, де, та, те тұлғалары алдындағы сөзбен біріккенде, кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап берсе, онда олар қосымша болады екен. Мысалы, менде ағылшынша сөздік бар. Кімде сөздік бар? Менде сөздік бар. Бүркіт таста отыр. Неде отыр? Таста отыр. Түлкі торда тұр. Қайда тұр? Торда тұр. Балалар, мұндағы сөздер сұрақтарға жауап беріп тұр ма? Жауап беріп тұр. Олай болса, мұнда де, та, да бізде қосымша болады екен. Және қай септіктің жалғауы? Кәне ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар балалар, жаты септіктің жалғауы болады екен. Ал егер осы кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап бермесе, онда олар шылау болады екен. Мысалы, мен де шет тілді үйреніп жүрмін. Тас та қатты заттарға жатады. Бүркіт те, түлкі де жабайы жануарлар. Балалар, сұрақ қойып көрейік. Кім де үйреніп жүр? Мен де?
келмейді, иә? Мен кім деген сұраққа жауап береді екен. Және балалар, мұнда қарасаңдар, бізде егер шылаулар қайталанса, онда біз оларды үтір арқылы ажыратады екенбіз. Естеріңде сақтаңдар. Жақсы балалар, келесі маме, бабе, папе шылауларын қарайық. Бұл шылаулар, егер сөздің сұрақ мағынасында екені анықталса, онда олар шылаулар болады да бөлек жазылады. Одан соң сұрау белгісі қойылады. Мысалы, жазда ауылға барасың ба? Бүгін сабағыңды оқыдың ба? Оқымадың ба? Міне балалар, мұндағы ба шылауы бізде шылау және бөлек жазылып тұр екен. Және жаңа айтқандай балалар, егер шылаулар қайталанса, біз үтір арқылы ажыратамыз да тек соңына ғана сұрақ белгісін қояды екенбіз. Ал егер маме, бабе, папе сұрау мағынасында болмаса, онда олар қосымша болады және бірге жазылады. Мысалы, өзіңнен кішілерді ренжітпе, аққуды атпа. Мұнда сұрақ болып тұрған жоқ балалар, және бірге жазылып тұр. Олай болса, бұлар қосымшалар. Жақсы балалар, бүгінгі білгенімізді қорытындылайықшы қанекей. Бүгін түсіндіңдер ме жоқ па, соны тексереміз. Мінекей балалар, мұнда бізге сөздер беріліпті. Осы сөздерді біз көп нүктенің орнына қоюымыз керек. Және балалар, бір сөйлемде бұл шылау болады, бір сөйлемде қосымша болады. Қане, тауып көріңдер. Айжан математикадан жақсы оқиды. Айжан математика кітабы бар. Қане, тексереміз. Айжан да математикадан жақсы оқиды. Айжанда математика кітабы бар. Қай жерде шылау, қай жерде қосымша? Балалар, бірінші сөйлемде бізде шылау. Айжан да математикадан жақсы оқиды. Айжанда математика кітабы бар. Келесі сөйлем. Кісіге қарап, күлме. Ол кісіге қарап, күлді ме? Міне, біріншісінде балалар қосымша, екінші сөйлемде шылау болып тұр. Гүлім, Елжас далада ойнады. Елжас гүлім далада ойнады. Көреміз. Гүлім мен Елжас далада ойнады. Елжас гүліммен далада ойнады. Бірінші сөйлемде бізде шылау, ал екінші сөйлемде бізде қосымша екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Естеріңе сақтаңдар. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, біз сендермен шылаудың не екенін білдік. Өз алдына ол толық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын сөздер екен. Шылауларды біз таныстық, мен, бен, пен, және, да, де, та, те, және тағы да басқа осы сияқты сөздерді жатқызамыз, Және шылаулардың бәрі де тіркесетін сөзінен бөлек жазылады.